Саламатсыздар ма оқушылар, бізде оқу және тіл дамыту сабағы. Бүгін сәуірдің 10-ы, апта күні жұма, жаңа тақырып атасы мен немересі. Суреттер арқылы түсіндіруге тырысамын, сендер мұқият назар аударыңдар, иә? Ата қартайып, күші азаяды, нашар көретін, нашар еститін болады. Ішкен тамағын алдына төгіп ала беретін болады. Не үшін десеңіз, оның аяқ қолы кәріліктен қалтыраушы еді. Бір күні шалдың бұл ісі баласы мен келініне ұнамай қалады. Олар шалға тамақты өзінің алдына жеке ыдысқа құйып бөлек беретін болады. Ал отбасы болып әкесі, анасы, балалары бірге бөлек тамақ ішетін болады. Ата-анасының бұл қылығы немересіне ұнамайды. Бірақ ол әкесіне батып айта алмайды. Бір күні ол немересі ағаштан мынандай ыдыстар жонып жасап отырады. Сонда әкесі сұрайды: "Не істеп отырсың, балам?" деп. Сонда немересі айтады, жаңа атаның немересі: "Мен шешем екеуіңе мынандай ыдыс жасап отырмын. Ертең қартайғанда осындай ыдыстан беремін" дейді. Тамақты осындай ыдысқа салып беремін дейді. Бұл сөзді естіп, шалдың баласы мен келіні ұялып қалады. Олар әкесін бөлек отырғызуды қойып, әдеттегіше бірге тамақтанады. Өздерінің қателіктерін түсінген қарияның балалары жасаған істеріне қатты өкінеді және қариядан кешірім сұрайды. Бізге бұл әңгіме қандай махаббат есіне түсіреді? Атаңа не жасасаң, алдыңа сол келер дейді. Біздің аталарымыз, әжелеріміз, үлкен кісілер қартайған кезде осындай тез шаршап қалатын болады. Байқамай ыдыстан тамақты төгіп алуы мүмкін, немесе тағы да аяқ қатты сөйлеуі мүмкін, құлақтары естімей. Біз оларды мазақ қылып, немесе немеренің ата-анасы сияқты қылықтар жасауымызға болмайды екен, өйткені біздің алдымызға біз де қартаямыз. Әрбір адам да қартаяды. Сол қартайған кездегі іс өзіміздің алдымызға келуі мүмкін екен. Әңгімені оқимыз, рөлге бөліп оқуға болады, үйдегі апа қарындастарыңмен, ағаларыңмен, інілеріңмен, және түсінік айтуға дайындаламыз.